Бұл видеода сіздерге осындай сайт портфолионы қалай жасауға болатынын көрсетемін. Сайт портфолионы негізінен жаңағы Google Сайтспен жасайды, бірақтан оның тағы бір альтернативасы бар, webflow.com деген webflow. Мысалы, мынандай портфолио жасауға болады. Мынау өте қарапайым портфолио, негізі мынаны бассаңыз жаңағы слайдер ұқсап жүреді. Былайынан мысалы үстіне бассаңыз жаңағы құжат ашылады, содан кейін өстіп ашылады. Ең осы бұл жаңағы біздің жасаған жұмыстарымыздың ең бір қарапайым түрі. Енді webflow-ға бару үшін біз webflow.com-ға кіреміз. Осы жерге бағана кісілердің жұмысы. Біз webflow деген не негізі? Webflow деген ол жаңағы сайттың версткасын жасауға арналған нәрсе, то есть HTML, CSS жаңағы главный структурасын құруға арналған жаңағы версткасын жасауға. Ал біз оны как бы портфолио жасауға қолдансақ болады. Бірақтан бұл жерде бір өзінің ограничениесі бар. Бесплатный версияда екі жұмыс жасауға болады, және страницаларында өзінің ограничениесі бар. Бірақтан осындай бізге қарапайым жұмысқа егер өзіңізге бір портфолио керек болса, осымен жазсаңыз болады. Қандай мысалы жаңағы Google Сайтспен разницасы бар. Менің байқағаным, бұл жерде более профессионально жасауға болады сайтты. Және де егер сіз платный версиясын алсаңыз, оның жаңағы версткасын скачать етіп алсаңыз болады. Енді бір бастапқы функцияларын көрсетіп кетейін, қандай возможностьтары бар екен, не істеуге болатын. Ол үшін біз New Sites-қа басамыз. Мынау біздің жұмыстарымыз. Қазір біз тағы бір жұмыс бастасақ, жаңадан жазсақ, мынау біреуі жаңағы блокқа түседі. То есть екеуі ғана жұмыс істеп тұрады ғой. Бізге жаңағы оқуға пока жетеді осы. New Sites-ті басамыз. Және де мына жерде қандай формада болуын таңда деп тұр. Мысалы, blank деген пустой страница или немесе жаңағы template, жаңағы өзінің бір шаблон таңдасаңыз болады. Біз blank сайт таңдайық с нуля. Және де бұл жерде бізден жаңағы оплата сұрап тұр. Сол үшін біз мына жерден біреуін удалить сақ болады негізі. Мына жерде бағалары жазылған. Бізге бірақтан бағаларының қажеті жоқ. Бізге мысалы мынау біреуін удалить салайық пока. Так, мына жерде жаңа менюді басамыз да архив дейміз. И мына жерде жаңағы сөз жазу Әбдиева. Бұл кісіге уже қажет жоқ деп ойлаймын. Біреуі ғана қалды. Енді қазір біз New Sites деп басып көрейік. Blank сайт. Уже бізде бағанағындай сұрап тұрған жоқ. Мына жерге сайттың атын жазсақ болады. Тест деп қойсақ болады. Негізі біздің сайттың аты тест болады. Create site. Егер сізге осы webflow-мен жұмыс деген қызық болса, осымен қызық деп ойласаңыздар, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Қазір подписчикте аз, бірақтан егер қызық болса, маған жазыңыздар неге комментарийға. Осы именно осы webflow-ға қатысты видео түсіруге тырысамын. Енді бізде пустой страница ашылды, бізде body деп тұр. Білесіздер, HTML-ді жаңағы главный ненің сайттың бүткіл жаңағы
ішіндегі тегтер body'ге жазылады, ішіне основной тегтер. Бізге бірінші секциядан бастаймыз. Мына жерде үстіне қарасаңыздар, үстіне десктоп, таблет, то есть планшетный и мобайл, андай горизонтальный и мынау кәдімгі портретный мобайл. Осыларға бассаңыз былайынан әрінен жаңағы версткасы шығады. Енді бізде жұмысты бастау үшін плюске басамыз да, өш жерде элементтер бар. Мына жерде структура, базовый деген, типография, SMS деген сияқты. Медиа, формы, в общем, кнопка бәрібір. Бізге ең бастысы, біріншісі секциядан бастаймыз. Секцияны қоямыз. Бізге мына жерде секцияның ішіндегі жаңағы нелер шығады, атрибуттар, то есть параметрлер ше. Маргин, паддинг деген сияқты, жаңағы маргин внешний отступ, паддинг деген внутренний отступ, блок, флекс деген сияқты көп ішінде настройкалар шығады. Осы жерден мысалы цветке боясаңыз болады. Ол үшін жаңағы неге background деген тауып аласыз. Так, где он? Біраз болды мен жұмыс істемегелі. Settings. Бұл settings деген какой-то настройкаларды. Styles'ның ішінде болады. Оның бәрі size, position, typography, background. Мені бізге background керек. Мысалы бір любой бір цветке боясылайық. Көкшіл бір мынандай ақшыл көк цветке қоя саламыз. И бізге мысалы бұл жерде не керек? Паддинг керек, внутренний отступ. Мысалы үстінен 40, да, 40. Мынау тағы астынан 40. Екі шет жағынан пока бермей қойсақ болады. Және де біз секцияны жасап алған соң, бұның ішіне біз обязательно контейнер салу керекпіз. Контейнерді лақтырамыз ішіне. Мін контейнер түсті. Мына жерде структурасы көрініп тұрады. Жаңағы неден кейін не бұнан бүйтіп скрывать етсеңіз болады. Және контейнерді лақтырған соң бізге кез келген бір текст қоюға болады. То есть title. Title бізде typography'де тұрады. Типография. Headings мысалы қойсақ болады. 2, 3, 4. Верстканы білетіндер, то есть HTML, CSS пен кішкене болса жұмыс жасағандар мұнан бәрін біледі уже. И бұның астына бір мысалы мына жерге бір тақырып жасақ болады. Тақырыбы компьютер, біздің YouTube каналының атын. Компьютер, сайт жасау. И осының астына жаңа не жазсақ болады? Description, то есть жаңағы не? Описание, параграфты қойсақ болады астына кішігірім. Мынау көрдіңіз бе? Мынау біз контейнерге салдық, бірақтан мынаның размері мынандай болып тұр. Біздің контейнерден мынау шығып кетті. Мынау контейнерден шығып секцияның ішіне кіріп тұр. Сол үшін бізге мынаның ішіне лақтырамыз. И мынау бірінші тайтлды үстіне лақтырып жүреміз. Міне осындай бір функциясы бар. Тағы енді бізге мысалы меню керек болса, elements басамыз. Үш жерде nav деген болу керек. Navigation, typography, media, forms, advanced. Так, navigation. Көрмей тұрмын. Мына жерге поискке жазып көрсек болады негіз. Nav бар. Nav барды қойсақ болады мына үстіне. Бұл уже бізде контейнерден шығып тұрады да. Nav бар, то есть біздің менюмыз. Мына жерге мысалы менюді мына яқан прямой өзгерте беруге болады. Мысалы так, басты бет деп мына жерге мысалы басты бет. Мына жерге
өзім туралы мына жерге байланыс осылай жазсаңыз болады. Және де мынаның навигацияның цветтерін ауыстырсаңыз болады. Мысалы color бізге басқа бір цвет керек болды деген, темно-синий ма бір какой-то темно-синий, мысалы мынандай керек болды. И бізде мынау біздің мынау линктарды, то есть өзгерсек болады. Ол үшін үстіне басамыз да бізде мына жерде мынау black деп тұр, жоқ, бұл borders бізге типография керек. Типографияға барамыз, мына жерде colorға барамыз да ақ цвет қылсақ, мысалы мына әрқайсысы бөлек-бөлек болып тұр. Негізі бірге болу керек еді. Бірақ біз оны былай жазсақ болады, бәрін бірге белгілеп, осы жерде типографияны жаңағы ақ цветке қойсақ, жоқ, болмады. Пока өстіп бөлек-бөлек қоямыз ба. Так, nav-link. Главный цвет болып тұр бізде. White дейді. Так, color transparent, бұл background. Бізде бордердің қажет жоқ бізге. То есть пока примерно осылай тұра берсін. И в общем бір сурет қойсақ та болады мына жерге. Біз nav деген бағана поискті өшіріп тастаймыз да. Бұл жерде медиаға кіреміз. Медиада бір сурет қойсақ болады мына жерге. Мысалы replace image дейміз да. Мына жерге бізге сурет лақтыру керек. Кез келген бір сурет лақтыра салайық. Так, загрузкида бір суреттер бар шығар деп ойлаймын. Так, сурет. Telegram. Допустим, мына сурет қойсақ болады. Так, астыға түспей жатыр. Браузерге барамыз да. Так, дроп. Мына жерге бізге мына жерге лақтыру керек. Суретіміз қайда? Мынау видео екен ғой. Видеоны лақтырайын деп жатыр екенмін. Так, да, мынау бір сурет қойсақ, досымыз екеуміз түскен бір сурет қоямыз. Мына жерге лақтырамыз. Upload failed, max size 4. Анау объем көп болып кетіп тұр бізде. Кішкентай бір суреттер бар ма екен? Оны да, то есть, учитывать ету керек та. Үлкен болып кетсе де тоже суреттер қойылмайды. Файл. Так, мына бір сурет қойып көрейік. Қойылатын шығар. Сурет лақтырамыз. Және де біздің сурет жүктелді. Болды, енді осы жерде image-ге басамыз да. Replace image. И мынаны көрсетеміз. Какой-то тағы да бір ошибка көрсетіп тұр. Кетті. Мынау суретті бүйтіп алып кішірейте берсек болады, бұлайынан. Басында сайт жасап атқан кезде, то есть портфолио жасап атқан кезде, суреттердің бәрін дұрыстап аласыз ғой. Размерін, цветін, мына жерден емес. Ол сеттингске бассаңыз, мына жерде ол суреттің жаңағы нелер көрініп тұрады. Стайлсқа барсаңыз, мысалы, жаңағы паддинг, тот же самый бәрі көрсетіліп тұрады. Позиция, статик, блок, бордер, мысалы, мынандай айналдырсаңыз болады. И мына жерде, допустим, паддинг қойсаңыз болады. 20 үстінен жетіп қаларыз.
мына жерге қойсаңыз да болады. Негізі тағы бір түсіндіре кететін нәрсе, сіз контейнерді жасап болған соң, мен ұмытып кеттім. Контейнерді жасаған соң сізге жаңағы не бойынша, bootstrap бойынша роуды қою керек, то есть рядшы. Ол үшін жаңағы плюске басасыз да, мына жерде роу деген болу керек. Кішкене өзгеріп кетті мына жерде несі. Quick stack, div block бар екен. Такс. Advanced. Вот columns. Columns'ты қойсақ болады екен. Ой, басқа жақ кетіп қалды. Такс, Ctrl-Z қысаңыз назад жүруге болады. Бізге контейнердің ішінде тұрып, бағанағы нәрсені қою керек, columns'ты қоямыз. Мына жерге көрдіңіз. Мына жерде көрсетіліп тұрады, қанша колонка болатын. Мысалы, 3-еу қойсаңыз болады, 2-еу қойсаңыз болады, 4-еу қойсаңыз болады, немесе мынамен бүйтіп жылжытсаңыз болады. Удобный өте. Мысалы, мынандай қойып, суретті мынаның ішіне тығып жіберіп, әшейін алып, тақырып мынаның ішіне тығып жіберіп, мынаның астына тығып жіберсеңіз болады. Кәдімгі бүйтіп перетаскивать етсеңіз, істей береді. Көрдіңіз, мына жерде columns'ты мысалы бір рет істеп болған соң тағы да өзгерте беруге болады. Мысалы, такс, мынаны қоямыз да, мына жерге settingsқа басамыз, осы жерде. Мысалы, мынаны кішкене үлкейтсек болады, кішірейтсек болады, үшін. Негізі мынандай суретті басынан дұрыстап алған дұрыс. Енді ең басты функциялары осындай. Енді примерно жаңа неге ұқсайды ғой бұл Google Sitesқа, бірақ более профессиональный да. Егер сіздерге бір документ жүктеу керек болса, мысалы мына жерге загрузить деп қойып, оны Google дискке жүктеп, сояқтан загрузка жасайтындай қылып істеуге болады. Мына жерде орын жетпейді ол өзіңіз. Енді бізге бұны опубликовать ету үшін, то есть басқалар көру үшін, біз бұны публикация жасау керекпіз. Мынау бізде әшейін превью көрсек болады, қандай болатын. И мына жерде publish деген бар, publish дейсіздер да. Мынандай тестовый немен лақтырсаңыз болады. Мына жерде ссылкалары кішкене мынандай әріптер болады, енді түсініксіз. Бірақтан жалпы әшейін не үшін, портфолио үшін жарап кетеді. Бірақтан кастомный домен қоссаңыз болады, дальнейшемде. Publish to select domains деп басасыздар. Так, енді көру үшін мынаны бассаңыз, жоқ, даже мынаны бассалы болатын бет. Бұны мен жұмыс істемегелі біраз болды. Міне біздің сайтымыз дайын, то есть мынау ссылкалар енді жұмыс істемейді, ешқандай жерге не жасаған жоқпыз, жаңа ссылканы. Осылайша сайт жасасаңыз болады. Бұның алдында мен жасаған бір жұмыстарым бар еді, олар өшіп кетті негізі. Так, давайте мен басқа жаңа аккаунтқа кіріп, сіздерге көрсетуге тырысайын, қалай не жасағанымды бұрын. Қазір мен басқа аккаунтқа кірейін, 2 аккаунт жасап алғамыз. Так, қалай кіреміз оған? Webflow дейміз да. flow.com. То есть бірнеше аккаунт жасап, мысалы біреуінен 2 портфолио жасап, тағы біреуінен 2 портфолио жасап, тағы бір аккаунт, 3-4 аккаунт ашып, сөйтіп жасай берсеңіз болады негізі. Егер сіз сайтпен, портфолиомен айналысатын болсаңыз, мына жерде sign out дейміз да, басқа аккаунтқа кірейік, не жасаған.
It's like мынаны жаба салайық. Содан кейін мысалы мынау сайт жасағам. Бұл жерде то есть дизайн жасадым и платныйын алдым да бір айға и сөйтіп өзіме грузить етіп алдым. Негізі оның бір жолдары бар өзінің басқаша бір грузить еткенге жаңағы. Бірақтан ондаймен айналысуға уақыт жоқ болды да и жаңағы осы платный версиясын алдық. $19 ма сондай тұрады бір айға. Мынандай бір жұмыс жасағанбыз мына жерде. Көрдіңіздер ме? Мынаны біз WordPress-ке арнап жасаған шаблонымыз бұл жерде. Мынандайдың бәрі пустой болып тұр. Өйткені бәрін пустой қылып жасап, WordPress-ке арнап жасаған болатынбыз. Мына жердің бәрінде мынандай жаңағы осындай 4 бұрышты таптар болатын, басқан кезде ішіне кіреді. Мынау бізде слайдер болатын. Қазір мына жерден бүйтіп көрейік, қалай болатын. Енді мынау слайдер өстіп көрініп тұр. Мынандай слайдер болды ішінде. Мынаны басқан кезде страницаларға өтеді. Мынау жаңалықтар осындай күйде болады деген. Біз бірақтан бұның бәрін WordPress-ке арнап жасадық. Оны то есть мына жерде поиск болады, мына жерде мындай кнопкалар болады деген сияқты. Бүгінге осы. Енді егерде осы жаңағы Webflow қызық болса, веб қызық болса, менің бір кішкентай деген бір опытым бар осы жағынан. Комментарийге жазып кетіңіздер, маған қызық, жаңағы өстіп жалғастыр дегендей. Немесе WordPress қызық болса, WordPress-ті білемін, сол жағынан бір плагиндер туралы немесе жаңағы сайтқа қалай сайтты жасау керек, соны көрсете аламын.